Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті пирогым зебра пирогының рецептісін ұсынғым келеді. Мен өзім білген барлық рецепттердің ішіндегі ең керемет рецепт деп айта алам. Өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты салып, жақсылап толықтай аппақ болып, көпіргенше миксермен араластырамыз. Одан соң оның үстіне 200 грамм қаймақты саламыз. Менде қаймақ 20%-дық дүкеннің қаймағы. Араластырып болған соң ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп араластырамыз. Ұнның үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізу қажет ұнды міндетті түрде. Егер де ұнды електен өткізіп салатын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз өте жақсы болып көтеріледі. Ал егер ұнды електен өткізбесеңіздер, пирогтарыңыз аласа болып шығуы мүмкін. Мен ұнды барлығын бірден салмадым, 3-ке бөліп салдым. Сол кезде жақсы миксерленеді және биік болып көтеріледі. Енді осы шыққан біздің қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бөлек ыдысқа жартысын құямыз. Бірінші ыдысқа 2 ас қасық какаоны саламыз. Тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Біздің қамырымыз дайын. 2 түрлі қамырды әрқайсынан 2 ас қасықтан араластырып отырып, осылай бірінен соң бірін барлығын салып шығамыз. Сол кезде зебра жолақтары өте әдемі көрінетін болады. Біздің қамырымыз біткенше салып шығамыз. Барлық қамырды салып болдық. Енді осылай ағаш таяқшамен осындай өрнектер салуға болады. Видеода көрсетілгенде қайталап істесеңіздер, дәл сондай әдемі болып шығады сіздерде де. Пирогты міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. 180 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Менде пирог 45 минуттай пісті. Осындай әп-әдемі болып шығады. Пирог керемет болып көтерілді. Бұның құрамында қопсытқыш болмаса да ас содасының көмегімен керемет болып көтеріліп, жұмсақ болады. Бұл рецепт менің ең сүйікті рецепттерімнің бірі. Мен кефирмен де, басқа да ингредиенттермен де жасап көрдім, бірақ қаймақпен жасағандай болып шықпайды. Өте керемет болады. Мен сіздерге кеңес етем, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Кейін міндетті түрде пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл рецепт өте оңай.